Барлықтарыңызға сәлем. Өткенде мен сіздерге дәл осы жапырақ құрақты тіккен болатынмын. Осы құрақты бүгін біз қызыл мен жасыл цветтен тігетін боламыз. Бұл құрақтың өлшемін толыққанда айтқан едім өткендегі видеода. Бүгін біз қалай тігілетін жолын ғана көрсететін боламын. Бізде екі бұрышымыздың ортасына қызыл лента кетеді. Дәл осылай тігіп аламыз. Келесі қызылды қосып тігетін боламыз. Сіздер менің YouTube арнама міндетті түрде подписаться етіңіз, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. YouTube пен TikTok каналымның сілтемесі астында болады. Міндетті түрде жазылыңыздар. Қолдауларыңызды көрсете отырыңыздар. Ал енді біздің дәл осы құраққа қызыл матамызды қойып тігетін боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал бастаймыз. Закрепа міндетті беріледі. Үзбейміз, келесісін тіге береміз. Қызыл мен жасылды бұрышын тігетін боламыз. Оңай жолын көрсетіп отырмын мен сіздерге. Жасыл мен қызыл тігетін боламыз. Ендігі кезек қызыл мен қызылды тігетін боламыз. Қызыл мен бұрышымыз тігеміз.
Енді келесі бізде дәл осы тіккен квадраттарымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Мінекей бізде керемет әдемі қызыл жапырағымыз шықты. Ерекше әдемі құрақ үлгісі шықты. Дәл осылай тігіп үйренгілеріңіз келсе, менің YouTube арнама міндетті түрде подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жаза кетіңіздер, қасында тұрған колокольчикке баса кетіңіздер. Ең алғашқы видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Ешқандай жерде салмаған ерекше әдемі құрақ үлгілерін мен салып YouTube арнама салып тұратын боламын. Дәл осы құрақтан тігілген көрпешемді көргілеріңіз келсе, Алла қаласа аз қалды көрсетемін. Керемет әдемі үлгіде. Мына біздің сары жапырағымыз болды. Келесі